Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге Айдана. Біз бүгін сондай нәзік және де бір жасағаннан шығатын қаймақ қосылған бәліштерімізді жасайтын боламыз. Яғни сметанник пирогын. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, қоңыраушай белгісін басып кетуді ұмытпаңыз. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Сондай нәзік және де ауызда еритін пирог болып шығады. Пирогымызды дайындау үшін бізге ең алдымен електен өткізілген ұн және де қопсытқыш қажет болады. Ұн мен қопсытқышымызды араластырып, дайындап, бөлме температурасында тұрған сары майымызды салып, жақсылап араластырып шығатын боламыз. Бізде ұн мен майымыз дәл осылай ұсақталып бірігіп шығуы керек, яғни крошка жасап шығатын боламыз. Ендігі кезекте қантымызды салып, және де сұйық майымызды құйып, қаймағымызды салып, жақсылап қантымыз ерігенше араластырып аламыз. Яғни бұл бізге қамырымыздың бірігуіне қажет болады. Жақсылап араластырып алған салманы ұнымызға салып, жұп-жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Дәл осы рецептпен жасайтын болсаңыздар, сіздердің қамырларыңыз сондай үлпілдек, яғни песочный болып шығады. Міне дәл осылай жұп-жұмсақ қамыр шығады. Бетін жауып, тоңазытқышқа жарты сағатқа қойып қоямыз. Тоңазытқыштан алып, мен екі бөлікке бөлдім. Бір бөлігін дәл осылай пергамент қағазына қою арқылы екі бетіне пергамент қағазын беттестіріп, оқтаумен жайып шықтым. Яғни жаюға сондай ыңғайлы, оқтауымызға жабысып қалмайтын болады. Және де осылай формамызға орналастырып, көлемін дұрыстап, шанышқының көмегімен ортасын бастырып шықтым. Яғни пирогымыз піскен кезде ортасы көтеріліп кетпеу үшін қажет болады. Және де шеттерін дәл осылай тегістеп, әдемілеп шанышқының көмегімен бастырдым. Енді салмасына 3 жұмыртқа қажет болады. Және де қантымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Қантымыз ерігенше қаймағымызды салып, тағы да кішкене араластырамыз. Яғни қаймақты салғаннан кейін көп араластыруды қажет етпейді. Кішкене араластырсаңыздар жеткілікті болады. Өз қалауларыңыз бойынша түрлі жидектерді салып пісіруге болады. Мен қарақат қосып пісірдім. Яғни қыстың күнге сақтаған, тоңазытқышта тұрған қарақатты алып пайдаландым. Дәл осылай салмасын біркелкі қылып, қаймағы мен жұмыртқасы араласқанша араластырып, дайын тұрған қамырымызға құямыз. Және де қарақаттарды дәл осылай салып шығамыз. Әр жерден салсақ, бұл бізге бір жағынан әдемілік береді және де ерекше дәм беретін болады. Қызып тұрған пеште 180 градуста 35-40 минут пісіріп алатын боламыз. Осымен біздің пирогымыз дайын. Ас болсын!